35 жыл болды. Осы әнмен қаншама отау құрылды, қаншама шаңырақтың шырағы жағылды. Қаншама ұрпақ осы әннің безігіне бөленді. Осы әнмен бас құраған жас жұбайлар ақ самайлы ата жеге айналды. Бұл жай ғана той жүр емес. Бұл миллиондардың жүрегін маздатқан махаббат әні, қашықтардың ұраны. Бірін көргендей бірінші рет көп қарайды сырымдаған шөлеп. Тура 36 жыл бұрын дәл осы Алматы екі вокзалынан біз шығып 12 бала. Сонау Қарағандыға, Ақштауға қарай Құлтөлеудің тойына жол тарттық. Көңіл күйіміз өте көңілді, әдемі кез еді. Студенттік шақ, бәріміз көңілдіміз. Бірақ дәл сол сәтте біз Ақшатауда жаңа дүниеге әңгілетінін білмеген едік. Сол бір шуақты күндер Бекжігіт Сердәлінің әлі көз алдында. Абай айтқандай, махаббат, қызық, мал мен бақ досқа ортақ боп жүрген кез. Казгудың журналистика факультетінің 3-ші курс студенттері достарының той үшін сабақтарын тәрк етіп, Алатаудан арқаға ызғып барады. Сол кезде студенттік орта белгілі, қалта чұқалтаң 6 билет алдық. Бір жағынан билет болмаған болу мүмкін, 6 билет алдық. Қалғанымыз қоян болып, ол кезде пойыздар енді қазіргідей қатаң тексеру болмайтын. 12-міз 12 вагоннан міндік. Билетіміз барымыз өз орнымызға жайғастық, билеті жоқтар вагонмен вагон аралап жүр. Жол серігіміз орыс әйелеген қара кешке дейін санады бізден. Біресе екеуміз отырамыз, біресе 10 шақтымыз отырамыз, вагоннан біз дейміз, сонымен ақыры санымызға жете алмады қойды. Студент болғаннан кейін жолда ән-думан, жолда көңілді орта, әңгіменің неше түрі кетіп жатыр. Кешті батырдық, кешкі таман енді сол қалтамыздағы бар тиынымызға пирожки, колбаса, сондайлар алып жеп отырмыз. Біріміздің қолымызда гитара, біріміздің қолымызда домбыра. Енді біз тойға бар жатырмыз ғой. Сондай бір сәтте бір қыз айтты. Біз тойға бара жатқан жоқпыз ба? Иә. Енді біз тойға не сый-сияпат жасаймыз? Соны ойландыңдар ма? Ол жағын ойламадыңыз ғой. Жолға шығып алдық. Ол жағын жігіттер тіптен ойламадыңыз ғой. Шынымен де? Иә. Соны бәріміз ұнжырғамыз түсіп ойланып қалдық енді, шындығы керек. Сондай бір сәтте біз жайып жаңағы балық пирожки жеген дастарханымыз сол кездегі Лениншіл жас газеті болатын. Беті май-май. Сосын мен отырдым, ойланып отырдым. Өмірімде ол кезге дейін ән жазған адам емеспін. Бірақ білмеймін қайдан келгенін, сол жас жұбайлардың суреті тұр екен, астында 2 шумақ өлең тұр. Ақ қайыңнан төгіліп нұр шашағы, алаңқайды ақ қанат гүл басады деп басталады екен. Біздің тақырыпқа сай келіп тұр. Осыны оқып берсек қалай болады деп ойладым. Оқып отырсам, доңғалақтардың дүрсілі бір пойыз жылдам жүрген кезде бір вальс сияқты жүріп кетеді. Сол вальс екпінімен доңғалақтардың дүрсілімен бір әуен келгендей болды құлағыма. Сосын жаңа өзім оқып отырған өлеңге салсам, келді. Ақ қайыңнан төгіліп нұр шашағы, алаңқайды ақ қанат гүл басады деп келді. Дереу ары қарай әуендер келе бастады. Сонымен не керек? Қайырмасы жоқ болатын, 2 шумақ өлең болатын. Енді қайырма керек қой. Қайырманы өзім сүйкей салдым, жазып. Сендерге әрдайым орын бар, ақ отау төріне қойыңдар. Өйткені біз тойға бар жатырмыз ғой. Тақырыпқа сай болу керек қой енді. Ақ тілек батамыз мінекей, бақытты болыңдар десек, біздің курстасымыз тойдың үстінде қуанып қалады ғой деген оймен
қайырманы жаздым. Қуаныш, бер келші. Келші, не бол? Мынау сөздерге ән жазсам керемет болады екен. Қой? Иә. Қарашы, тартшы ғана болса. Қыздар, не болып қалды? Келдер, олыңдар. Мына жерін былай істейік. Бірақ оны менікі деп бегі жігіт айтқан жоқ. Қазанда тұрғаннан кейін айтады. Жігіттер осындай бір әдемі ән естіп едім, соны бір тарту қылып алып барсақ, орындасақ деді. Қандай ән? Міне осындай ән деп орындады. Сөйтсек тамаша ән жаңа. Бәріміз қосылып орындадық. Бүкіл вагон тыңдады. Қарағандының теміржол бекетінде тоқтап тұрып тағы айттық. Бүкіл ел тыңдады. Ақ қайыңның төгіліп нұр шашағы, алаңқайдай төгіліп гүл шашағы. Айнұрын кеу жігіт, шашы байлап, шарасыз сырласады. Сендерге әрдайым орындар, алдау түріне қолындар. Ақ тілек батамыз мінекей, бақытты болыңдар, болыңдар. Мына көрші көпе, мына көпедегі адамдар келіп, мынау бір жақсы ән екен, блокноттар бар қолдарында, ручкалар бар. Сөзін жазып беріңдерші деп жазып кетіп жатыр арасында. Сонымен не керек, жолда тоқтаған жерге станцияға түсеміз, гитарамызды, домбырамызды алып, сөйтіп перронда концерт ұйымдастырамыз. Айтатынымыз осы ән. Өйткені біз жаттап алуымыз керек қой. Сөйтіп бәріміз жаттап алып, не керек, тойға бардық. Ол кезде осындай қара суық күннің бір ноябрь, қараша айы болатын. Күн суық. Сол жерде ол кезде білесіздер, тойхана жоқ. Бір клубтың ішінде дастархан жайылған екен. Мынандай тақтайлар қойып, тақтайдың үстіне көрпеше төсеп, сол жерде бәріміз жастар отырмыз. Бізге сөз кезегі келген кезде біз дайындап алып келген әнімізді айттық қой. Ортаға шығып. Ол кезде тойда ән айту дәстүрі жоқ па? Жоқ әлде тек жеке әншілерге айтып кете ма? Әйтеуір ондай бір хормен айтқанды олар бірінші таңғала қабылдады. Әдепкеде таңғалып еді, кейіннен екінші рет айтқызып, бізге сол тойдың үстінде үшінші рет айтқызып, сол тойда отырған бүкіл халық қосылатын дәрежеге жетті. Осылайша Ақшатауда Құл Төлеу мен Райханның үйлену тойында алғаш рет шырқалған ән қазақ көгіне қалықтап кетті. Халықтың қазынасы той болса, осы әнсіз сол қазына қазаны қайнамайтын болды. Тойдан шыққаннан кейін бәріміз тарап кеттік. Жазғы демалысымыз бар, күзде келсек, бұл әнді бүкіл Алматы айтып жүр. Сол кезде барып Бекжігіт енді бізге айтты, осыны менікі еді деп күлді. Содан енді ән бар, сазгері бар, бірақ ақыны бергесіз. Бекжігіт енді обалы не керек, біраз іздеді авторын. 50 жасқа барды, фото, сурет Ханалиевті келген, сол кісіге жолығып сұрады, бірақ табылмады. Соны үміті үзіліп қойған. Бізде журфакта сол жылдары бір әдемі дәстүрі бар болатын, белгілі ақын жазушыларды шақырып, кездесу өткізіп тұратынбыз. Соны бір күні сондай кездесуге Жас Алаштың бір топ ақын жазушылары шақырылды. Әдемі кеш болды. Кештің соңынан жаңа Бекжігіттің Жас жұбайлар әні орындалды. Ән бітер бітпестен Өтеген Оралбаев сол кезде Жас Алашта жұмыс істейді, атып тұр. Ой, мынау менің өлеңім ғой деп. Сөйтіп, сазгерменен ақын екеуі сол жерде табысты. 80 жылдары мен лениншіл жас сол кездегі қазіргі Жас Алаш газетінің әдебиет және өнер бөлімінің меңгерушісі едім. Біздің сол кездегі лениншіл жас газетінде адамгершілік тәрбие дейтін бөлім болды. Сол бөлімде жас жұбайларға арналған Ақ отау деген клуб болатын. Сол клубты берген кезде, бір бет кезекті бір материалын берген кезде, мына Панфилов паркының ішіндегі Гүлзарда тұрған
жас жұбайлардың өте әдемі суреті жарияланды. Бұл суреттің авторы белгілі фототілші Рахымбай Қаналы болатын. Сол кездегі жастар газетінің дәстүрі бойынша сондай жақсы көлемді жұрттың назарын аударатын өлеңдерге өлеңмен текст топқа жазылатын. Сөйтіп сол кездегі біздің редакторымыз Сейдахмет Бердіқұлов кешкі нөмірді қараған кезде Өтеген соған сен осыған өлең жазып, бұл жай ғана қарапайым текст болмасын, өлеңмен жазылған текст болсын деді. Сол бір сәулелі сурет. Үстіне ақ көйлек киген қалыңдық, қолына ақ қон қондырған күйеу жігіт, бақыт құшағындағы екі бейне, олардың бір-біріне деген іңкәр, кіршіксіз көзқарасы. Сезімтал ақынның жүрек құлын тербеді. Дегеннен мөлдір моншақта екі шумақ үзіліп түсті. Өлеңді жазған кезде мен көп ойланбаймын, экспромтым туады, солай бір отырғанда жазам. Негізінен 90% деп айтуға болады, өлеңдерім жөндемеймін, сол жазылған күйінде жазам. Осылай кеудесінен бір сәтте төгіліп түсетін өлеңдері бүгінде 20 кітапқа жүк болды. Шуақты шақ деп аталатын жинағы үшін ақын мемлекеттік сыйлықты да алған. Махаббат, табиғат, туған жер туралы толғамдары, әнге айналған өлеңдері қаншама. Бірақ жас жұбайлардың жөні басқа. 2016 жылы шыққан мына Шуақты шақ деген өлеңдер жинағымның 221 бетінде бар. Осы өлеңді жарияладым. Жариялаған себебім өлеңнің мәтінінде сәл-сәл кейбір ауытқушылықтар бар. Мысалы үшін екінші шумақтағы бірін-бірі көргенде алғашқы рет деп айтылады. Ол өлеңде поэзияда инверсия тәсіл дейтін болады. Дамыту, шарықтату деген тәсілдер болады. Бірін-бірі көргендей бірінші рет деп айтылады. Сонда ұйқаста бұзылмайды, қисында бұзылмайды. Сосын жаңағы сөздің экспрессивті мәні жоғарылайды. Бірақ көп жердің барлығында қазір әлі күнге дейін барлық жерде осыны бірін-бірі көргенде алғашқы рет деп айтып жүр. Ақ қайыңның төгіліп нұр шашағы, алаңқайды ақ қанат гүл басады. Өлеңнің осылай әсем өрілген бұрымын бүгінгілер жұлмалап басқаша күзеп тастаған. Дәрібайыптар ансамблінің репертуарда жас жұбайлар әні сол 90 жылы біз алғашқы өзіміздің кассетамызда жазған кезде сол 24 ән жазылған, сол әндердің ішінде осы жас жұбайлар әні болатын тұғын. Негізі ол жас жұбайлар ән біздің өзіміз төлқұжатымыз деп санаймыз, себебі осы әнменен біз қашанда болса қай мәдениетті шара болатын болса, онда міндетті түрде орындалып жатады. Бізде келіншегі Мәлия орындаушы едік, одан кейін қыздар орындайды. Енді ала жасы осы немерелерімізді орындайды деп деген үміттеміз. Өте бір керемет дүние, бұның ішінде барлық нәрсе үндесіп жатыр. Адамды бір бауырап алатын, сосын жас жұбайлардың өзіне бір үлкен сенім, жауапкершілік арттыратын үйленіп жатқан, ән тыңдап отқан кезде. Адам әнді анташансын тыңдаған кезде, оның өзінің өмірге деген көзқарасы өзгеріп, жауапкершілікті жоғарылайды ғой. Сондықтан мен ойлаймын, бұл ән қаншама отбасы бақытты етті, әлде де солай жалғаса береді. Бекжігіт Сердәлі бүгінде Түркістанда тұрады. Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінде журналистика факультетінде дәріс береді. Ұстаздығы мен шығармашылығын ұштастырып жүр. Өзі секілді танымал әндердің тасада жүрген авторларын тауып, олар жайлы кітап шығарды. Өзі айттым ғой,
барлық өнерді меңгерген, адамгершілік қасиеті, адамдарға көмектеседі қашанда. Студенттерге сабақ түсіндіргенде өздерінің баласындай жаны ашып, соларға бәрі білсе екен, ертең есейгенде жақсы азамат болса екен деген ниетпен, тілекпен сабағын жүргізеді, мен көріп жүрмедім. Сосын енді жан-жағына шуағын шашып жүреді бұл кісі. Қашан көрсең барлық адамдарға сол ақылын айтып, кеңесін беріп, сондай бір қарапайымдық айтады ғой, нағыз зиялы қарапайым адам болады деп. Сол айтпақшы, бұл кісі ешқандай мұнда бұл кісіден менменді жоқ, ешқандай. Жас жұбайлар әнінің арқасында Бекжігіт Сердәлі досымыз Түркістан қаласының құрметті азаматы атанды. Бұл да бір өзінше қызық оқиға. 2005 жылы Түркістан қаласының сол кездегі әкімі Мұхит Әлиев Қытайға қаланың шаруасымен барады. Сол жағы шаруалар бітеді, соның күні сол жақтағы қандастар күтеді оны, дастарханның үстінде осы жас жұбайлар әні орындалады. Бәрі қосылады, оған керемет, тамаша. Ән орындалып біткеннен сол жердегі бір белді қазақ кәсіпкер Мұхаңа өтініш жазайды ғой. Мұхан, мінекей осы бір ән бізде Қытай қазақтарының арасында өте танымал. Қазіргі кезде осы үйлену тойы бұл ән орындалмай өтпейді болды дейді. Осы бір әннің авторы шамалауымызша Қазақстанда болу керек, соны тауып берсеңіз өтініш. Біз шақырып бір кездесу өткіздік дейді ғой. Мұхан дереу қойын кітапшасын алады да жазып алады. Бірақ ауылға елге келгеннен кейін жаңа әкімдіктің қаруатшы жұмысы бар, сонымен есінен тарс шығып кетеді. Бір 6 айдай уақыт өткен кезде жаңа қойын кітапшасын қарап отырып, жаңа жазуға көз түсіп кетеді. Ойбай, мына қандастардан ұят болды ау дейді да, орынбасарын шақырып алып, осындай жағдай Қытайда қандастарымыз іздестіріп жатыр. Осы әннің авторын іздестіріп көрші дейді. Орынбасар күледі. Ой, Мұқан, сіз білмейді екенсіз ғой. Бұл әннің авторы осы түркістандық Бекжігіт Сердәлі деген азамат дейді. Сөйтсе жаңағы әкім орнынан атып. Қарайшы, мынаны бүкіл Қазақстан, Қазақстанда болған бүкіл қазақтың, Қытайдың қазағы айтып жүрген. Бұндай әннің авторы неге біз білмейміз? Конечно, ағырмаған дейді ғой. Содан орынбасар әкім айтқаннан кейін жаңғалама шауып барып университетте Бекжігіт дәріс беріп жатқан жерден сұратып алып келеді. Жаңа әкім жылы қарсы алып дейді. Мынау бүкіл қазақ елі айтып жүрген, Қытай қазақтар шырқап жүрген әнің авторы осы жігіт па деп. Осы мен едім деп, сонымен шүйіркелесіп біраз әңгімелесті дейді. Соның кейін дереу телефонын алды да Қытайдың кәсіпкерден звондады дейді Қытайда. Екеуміз біраз сөйлестік дейді. Ол қуанып жаңа осындай жағдайларын айтып, сіз енді келсеңіз Қытайға. Бір осындай кездесу өткізейік, әндеріңізді орындаңыз, ел білсін деп өтініш айтты дейді. Мақұл, жағдайға қарай көрейін деп бері жетті. Содан жақсы деп жаңа әкімменен біраз әңгімелескеннен кейін қайтпақ болады. Қайтайын деп жатқан кезде әкім айтты дейді, бір сәт тоқтай тұршы деп. Соң орынбасарынан сұрапты. Бекжігіттің Тараз қаласының құрметті азаматы деген атағы беріліп пе еді Бекжігітке? Жоқ, әлі ондай берілген жоқ. Ал енді ертең Қытай шақырса, бұл кездесуге барады. Соны қалай таныстырады енді? Киелі Түркістанның азаматы, мақтанышымыз, бізге ұят қой дейді. Соны дереу қазір көп ұзатпай осы Бекжігіт Сердәліге Түркістан қаласының құрметті азаматы атағын беру туралы бұйрық дайындаңдар дейді. Өзім енді әлемнің көптеген мемлекеттерінде болдым. Соның ішінде мына Қытайда, Моңғолияда, Түркияда болған кездерімде осы әндің жас жұбайлардың тойында орындалған талай рет куәсі болдым. Бұдан енді кеңірек таралып кетті. Жақында бір қызық жағдай болды. Бір интернетті қарап отырсам, Саламат Садықова деген қырғыздың әншісі осы мына біз жұбайлар жырын қырғызша аударған екен. Соны тойда айтты.
Саламат Садықова қырғыздың халық әртісі. Дәстүрлі әндерді нақышына келтіріп орындайтын нағыз жезтаңдай. Қазақстанға келген бір сапарында Бекжігіт Сердәлімен танысқан. Қазақ қырғыздың салт санасы, мәдениеті егіз. Әлеуметтік желіде бірін-біріне асаттық деп ән тастайтын әдеті бар. Анан менің бір өзімдің бір башқашарақ адатым бар. Қолға түйгенделе ырдап салбаймын. Şu көпке чейин толғонып жүре берем. Кейбір өзүбүздүн мына репертуарымдагы ырларды 10 жылдап көтөрүп жүргөн жылдарым болду. Көкүрөктө түнөп тура берет, баягыны кыялыңда бышырып жүре бересиң да. Анан ушул мынау Сердалы Бекжигит деген азаматтын дагы менден бир аз гана айырмасы бар экен, жаш курагыбыз. Анан бул мырзанын ырын 3 жыл мен ошо поштодо сактап турдум. Анан кече жакында мындай карасам, гүрүлдөгөн күздө элибизде жакшылыктар болуп атат. Мыкты азаматтарыбыздын бир башына тең келген жакшынакай аккууларын кондуруп аткан ак тойлордо ырдала турган чыгарма экен. Мындай убакыт боло калганда анан отуруп карасам, өтө бир кайрыктары ширин, назик, жан дүйнөңдү ушундай бир арбап алган жаш жубайларга арнап чыгарылган ыр экен. Анан мен ойлодум, ай ушул азамат өзү суранды эле. Бул ырды буякта сактай бербей сармайдай элге чыгарайын. Сөзү да мыкты экен деп туруп, анан кийин баягы назар салып, аранжировкасын жакшынакай кылып туруп, авторго кайра байланышып дегендей. Ай айналайын, баягы аныңды бергениң распы? Сол өлеңди айтайын деп жатырмын дедим. Силерге ардайым орун бар, агыр көтөрүнө кондулар. Ак тилек батабыз буйрусун, бактылуу талайлуу болгула. Сөзүн кыргызчалаттык биз. Мен өзүмдүн кызым Кундуз Абашева деген ошондой калемгер кызым бар, Кудайга шүгүр. Айтматовдун сыйлыгын алган. Мына ошол өлөңдүн эмесин сөзүн мага аударып берчи деп бердим кызыма. Өзү котормосун жасап берди мага. Мына ошентип Кудай буйруса, бир-эки жакшылыкта ырдадым. Мен ойлойм, мындан ары кыргыз элинин ошондой жакшы күндөрүндө, ырыстуу күндөрдө мен репертуарымдан орун алды. Бекжигит Сердалы өзі сол 90 жылдары көп ән жазған жоқ, бір 4-5 ән жазды, бірақ 4-5 әні де өте халыққа өте өтімді болды. Осы бірінші біздің осы жас жұбайлар әні Бекжигит Сердалы. Одан кейін анау неге дара осы әнді жазған халыққа өте жақсы танымал. Негізінде бір көбіміз шығарған әндер, сондықтан бірақ содан халыққа өте жақсы таралады. Кейде біреулер сұрайды, қанша әніңіз бар деп. Мен 6 әнім бар деймін. Ой, құмай, 30 жасқа кеп 6 ән жаздыңыз ба? Жоқ, әнім көп. Оларды мен ән деп есептемеймін. Өйткені қабылдаған жоқ. Айттым, әне тыңдап қоя салды. Ал енді ел айтып кеткен әндерім 6-ау. Сондықтан мен 6 әнім бар деп айтам. Бұл ән осылай кездейсоқ, сол автобустың ішінде туды. Анау жас жұбайлар пойызда туды, бұл автобуста туды. Негізі жолға көп шығуым керек ау деп ойлаймын. Неге жаным үндемейсің, сенсіз күнім түндегейсің. Неге қызғалдақтай ажарланып гүлдемейсің. Неге қызғалдақтай ажарланып гүлдемейсің өзіңе. Ал бұл әннің сөзін кезінде 70-тегі қария жазды дегенге сену қиын. Кентаулық ақын Рахым Балабиев бүгінде 90-ға таяды. Төскей саз, адаспайтын жұлдыздар, екі дүние нұр атты жыр жинақтарының авторы. Ән неге деген сұраққа жауап беру керек. Махаббат туралы болсын бірақ деді. Жарайды. Содан соң үйде отырып, негені өзім ойланып, демде жазып тастадым. Бір жарты сағаттың ішінде жазып тастадым. Енді бір шабыт кеп қалдым, айтып анау жаңа өлеңнің өзінің несі.
Мәні солай болып қалды ма әйтеуір, сол тез туып кетті. Содан сол Бекжекке хабарласып, осындай өлең дайын болды деп айттым. Содан сол ән әйтеуір өмірге келіп қалды ғой әйтеуір. Халыққа тез тарап кетті. Халық зор ықыласпен қабылдады оны. Сол осы уақытқа дейін сол ән тоқтамай айтылып келеді. Менің сахнам дастархан дейді сазгер. Рас, шығармалары дастархан басында, ордалы отырыстарда, думанды жиын тойларда шырқалып, көпшілікке тарады. Біз Есбілгелі әкеміз кешке келіп, тек қана осы компьютердің алдында жазулармен айналысатынбыз. Өзіміздің көз алдымызға тек қана сол ғана елестейді. Қолы босайғаса бізге ақылын айтады, бізбен жан дүниесімен ашылып тұрып сырласады, барлық сырымызды әкемізге айтамыз. Жүрегі өте нәзік деп айта аламын. Осы журналистикамен қатар оның жүрегіне осы композиторлығы көбірек жақын деп ойлаймын. Бір күні мен телевизорден осы әннің папамның әні екенін білдім, келіп сұрадым, папа бұл сіздің әніңіз ба деп. Сол кезде папам тек қана жымиып та қойды. Бұл оның қарапайымдылығын білдіреді. Жас жұбайлар әнін айтып, қаншама жұп қол ұстасып жаңа өмірдің босағасын бірге аттады. Миллиондаған жұпты жарастырған ән. Алайда осы әнге арқау болған алғашқы жұпты тағдырдың екі айырғаны автордың арқасына аяздай батады. Құлтөлеу де, оның жары Райхан да біздің курстасымыз. Екеуі өте жарасымды, өте бір керемет адам қызығатын сондай жұп болды. Оның перзенттері бар. Енді сол кезде бір біздің топтасымызға деген құрметіміз, топтасымызға деген, группаласымызға деген біздің ықыласымыз ән болып төгілген шығар. Бірақ ол ән, ойлаймын, адамның екі бірін-біріне ғашық адамның мәңгілік жұбының жазылмасына кепілдік бола алмайтын сияқты. Ән о жерде айтылғанмен ән халықтық әнге айналып кетті. Тек қана олардың емес, қаншама жұп құрып жатқан жастарының тойының төрінде шалқитын әнге айналып кетті. Бірақ қанша дегенмен сол бір аяулы сәт 83 жылғы қараша айындағы сол бір біз үшін бір бақытты кезең, Құлтөлеу үшін бір бақытты кезең еш уақытта біздің жадымыздан ұмытылмайды деп ойлаймын. Ақ қайыңнан төгіліп нұр шашағы, алаңқайдай төгіліп гүл шашағы. Бақытты болыңдар, болыңдар, сендерге әрдайым орын бар. Ағутау төріне қоныңдар, ақ тілеп атамыз мінеки, бақытты